Bir жігіт Чимкенттен өзі еткіші 7 жыл бойы армандайды ғой қажылыққа кетіп. Ақша жинайды. 7 жыл болады, бірақ жетпейді ғой сонда да ақшасы. Сонда бір кәсіпкер кісі айтады ғой. Ана кісінің естейді де 7 жыл бойы армандап жүрген, тірнектеп ақша жинап жүрген естейді де айтады. Жетпей жатқан қанша ақшасы бар екен. Мен берем ақшасын дейді. 7 жыл дайындалған адамның мына Меккеге деген махаббат қандай болады ойлаңыздар енді. Дайындала берген соншалықты ана жігіт ләббайка бүкіл дұғалар жаттап. Сонымен ол заманда Алматыға келіп ұшу керек, Чимкенттен прямой рейс жоқ. Сонымен автобусқа мініп жолда келе жатқанда Луговойдың тұсында жаңағы автобус тоқтап, сол жерден тамақ ішетін болады. Түзге шығатын жер жолдың арғы бетінде, мына жігіт жолдан өте бергенде 140-пен келіп бір машина қағады ғой. Ой жаққа ұшырып жібереді. Аяқ бәрі майдаланып кеткен. Адам қайтыс боларының алдында жан алқымға келген сәтте дейді, адам қорылдайды екен. Анау қорылдап жатыр, барсақ дейді, тыңдасақ дейді, жаңа өлейін деп отыр ғой енді. Тыңдасақ ләббайк Аллахумма ләббайк ләббайк ла шарика лака ләббайк деп жатыр. Жүрекке сіңіп кеткен соншалықты мына деген махаббат, 7 жыл дайындық, әр секундын қадірлеп жүрген адам анау ләббайканы өлерінің алдында айтып жатыр. Адамның ол кезде санасы істемейді қайтыс болардың алдында. Осы оқиғаны Мединедегі ғұламаларға жеткізеді ғой жігіттер. Сонда ғалымдар айтты дейді. Бұл жігіт қажылығын өтеген болып, қияметте ихраммен ләббайканы айтып тіріледі Алланың.